Сәлеметсіздер ме, балалар? 8-ші сынып. Байбөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыр. Сабағымыздың мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Бірінші тапсырма суретті талдауға арналған кестені толтыру. Ендеше суретпен танысамыз, және сол сурет арқылы орындайтын тапсырмалар. Бірінші қадам бақылау. Суретті зертте, суреттен алған жалпы әсерді сипатта, суретті жеке бөліктерге бөліп, не көргеніңді жаз, адамдар, нысандар, іс, әрекеттер. Осы 3 сөз негізінде жеке бөліктерге бөліп көргенімізді жазамыз. Екінші қадам қорытынды. Өз бақылауыңның негізінде 3 нәрсені көрсетіп, суреттен қорытынды шығарып жаз. Үшінші қадам сұрақтар. Берілген сурет бойынша қандай сұрақтар туындайды? Осы негізде 2 сұрақ құрастырып жазу. Екінші тапсырма. Жыр композициясы жағынан Алпамыс батыр жырына өте жақын екенін мысалдар арқылы дәлелдеу. Яғни Бамсы байрақ жыры және Алпамыс батыр жыры. Дүниеге келуі, сүйген қызына үйленуі, батырлардың тұтқынға түсуі, сүйген жарының басқа біреуге тұрмысқа шыққалы жатқанын, оқиғасының үстінен шығуы, мақсат мұраттарына жетуі. Үшінші тапсырма. Тану, талдау, бөлу. Белгілі бір тұжырымдаманы неғұрлым кішірек бөліктерге бөліп жікте. Яғни, төмендегі мәтінмен таныс боламыз. Ендеше оған ат қоятын уақыт өтіп те кеткен екен деп, Байбөрі барлық Оғыз елінің бектерін шақырып той қылды. Сол тойға менің атам Қорқыт келіп балаға ат қойды. Тойда отырып ол сөз тыңда, Байбөрі бек, Тәңірі саған ұл берді, өмірі ұзақ болсын. Ол Оғыздардың тірегі, туыстайтын батыры болсын. Басынан қар кетпейтін биік тауларға шығамын десе, ұлың соның ең биік құзына шығатын болсын. Ағысы қатты қан сасыған өзендерден өтемін десе, Тәңірі оның жүзіп өтуіне жар болсын. Ұлың қара ормандай жау ортасына кірер болса, Тәңірі оның ісіне сәт берсін. Ұлыңның атын Бамыш деп атап жүредің, ендігі аты Бамсы байрақ болсын. Мінген аты Байшұбар деп аталсын. Менің қойған атым сол, Тәңірі оның жұрымын берсін, деді. Оғыз елінің бектері бұл билікке қол көтеріп, жақсы тілек білдірді. Ұлыңның аты өзіне сай болды, бақытты болсын деп бата берді. Ендеше осы мәтін негізінде кішірек бөліктерге бөліп жікте. Осы мәтінде қандай бөліктерге бөлуімізге болады? Ендеше ықтимал жауап. Қорқыт атаның сөзі, яғни бата тілегі, ізгі ниеті, ат қоюы, қуанышты бөлісуі осы мәтін негізінен кездесіп отыр. Ендеше сабағымыздың соңында кері байланыс. Бүгінгі сабаққа қандай кері байланыс бересің? А. Барлығын толық түсіндім. В. Толықтыратын жерлерім бар. С. Еш нәрсе түсінбедім. Қане осы бойынша бүгінгі сабақтың кері байланысын береміз. Ендеше назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.